Сәлем, менің атым Төре, ал менің қасымдағы күшігім Алабай. Мен сендерге бүгінгі күнім қалай өткенін көрсететін боламын. Таңертең мен ерте тұрамын. Ұйқыдан оянған соң төсегімді жинақтап, жуынатын бөлмеге барамын. Беті, қолымды, тісімді жақсылап жуамын. Сосын киімімді ауыстырып, далаға қарай асығамын. Өйткені мені күшігім күтіп отыр. Екеуміз бірге жаттығу жасаймыз. Сосын оған су мен тамақ беремін. Басыммен таңғы ас ішіп, болғасын анама көмектесемін. Солай менің жаңа күнім басталады. Түскі уақыт келгенше мен көп шаруа істеп үлгеруім керек. Ең алдымен Алабаймен жақсылап доп ойнап аламын. Сосын әкем берген тапсырмаларды орындаймын. Доп ойнап болған соң тауықтарға жем шашып, жұмыртқа жинаймын. Сосын сиырларға шөп беремін. Солай түскі астың да уақыты келеді. Менің анам тамақты өте дәмді әзірлейді. Отбасыммен тамақтанып алған соң, мені күтіп тұрған басқа жұмыстарды жасаймын. Біз ауламызда бау-бақша өсіреміз. Сол үшін бақшаны суару менің жұмысым. Бақшаны суарып болған соң піскен көкөністерді жинаймын. Содан соң жемістерді жуып қоямын. Кешкі асқа анам дәмді тағам жасап береді. Содан кейін әкемнің шеберханасына барам. Менің әкемнің қолынан бәрі келеді. Маған да үйретеді. Екеуміз күнде ағаштан бір бұйым жасаймыз. Мысалы, бүгін құстарға ұя жасадық. Сосын ұяны әкем ағашқа іліп берді. Ол ұя өз иесін табады деп ойлаймын. Солай кешкі уақытта келді. Бүгін ерекше етіп далада тамақтандық. Өзіміз өсірген көкөністер сондай дәмді әрі өте пайдалы. Мен бүгінгі үй жұмыстарын жасап болдым. Енді кеш батқанша күшігіммен ойнауға болады. Екеуміз саябаққа бардық. Саябақта достарыммен кездесіп, бәріміз велосипед тептік. Уақыт өте қызықты өтті. Қараңғы батқанда үйге қайттық. Үйге барған соң күшігіме тамақ бердім. Ол тойып алып ұйықтады. Мен де үйге кіріп, жуынып ұйықтауға дайындалдым. Ұйықтар алдында ертегілер кітабын оқимын. Міне достар, менің бүгінгі күнім осылай қызықты өтті. Сау болыңдар!